Бүгін бір топ сенаторлар кеңесінің мүшелері сенаттың жанындағы бұрынғы көп жыл істеген сенаторлардан сенаторлар кеңесінің мүшелері құрылған. Біз сенатпен бірігіп жұмыс істейміз. Біздің отырыстарымыз болып отырады сенатта. Әрбір мәселелерді қарап, өзіміздің ұсыныстарымызды сенатқа жібереміз. Сенат оны сосын жұмысқа пайдаланады. Жалпы осы келген біздің мақсатымыз, жалпы осы жылды президент жұмысшы жылы деп жариялады ғой. Сондықтан осы жұмысшы жылын қалай жүзеге асыру керек, қандай істерді атқару керек, қандай ұсыныстар бар жергілікті жерде, әсіресе мәслихат депутаттарынан, мүмкін жергілікті тұрғындардан. Сондықтан экономика қалай дамып жатыр бұл облыста, қандай жұмыс орындары ашылып жатыр, қандай жаңа жұмыскерлер дайындалып жатыр, қандай мамандықпен. Соның бәрін көруге және де осы жергілікті жердің депутаттарынан, халқынан ұсыныстар жаңағы айтса, соның бәрін жүзеге асыру үшін келдік. Тек қана мықты экономикасы бар ел өзін дамыта алады. Сондықтан бізге ең бірінші кезекте экономикамызды дамыту керек. Бізге өткен жылдарды білесіздер, юрист, экономист, жаңағы политолог деген мамандықтар жаңағы модада болды. Олардың бәрі біреуі де жаңағы экономикаға бір тиын ақша әкелмейді. Ақшаны әкелетін тек қана мынау техникалық кәсіпорындар, тек қана зауыттар бірдеме шығаратын. Ол жаңағы ақша береді, жұмыс орындарын ашады және экономикамызды дамытады. Сондықтан сол зауыттарды ашу керек. Жабылып қалған зауыттарды қайтадан жаңғырту керек. Ол үшін не керек? Ең бірінші кәсіби мамандықтар керек, жұмысшы.